ұлы күні аталған наурызда ескі ауыртпалықтарыңыз ескі жылда кетіп, жаңа жылда жаңа үміт, жаңа тіршілікке ұлассын. Наурыз думан атты мерекелік кешке қош келдіңіздер. Сегодня замечательный день, праздник пробуждения новой жизни, праздник мира и весны. Наурыз – праздник весеннего равноденствия, когда, наконец-то, после долгой зимы светлое время суток становится равным темному по своей продолжительности, а потом начинает неуклонно увеличиваться. Таким образом, этот праздник олицетворяет собой начало-начало, возрождение природы, торжество светлых сил над темными силами зла. Я, шынымен, бүгінгі ұлыстың ұлы күні, ата-баба сөзімен айтқанда, ақ теңнің қарды жарылған күн. Наурыз мейрамы бұл көктем мен еңбектің мерекесі, күн мен түн теңесетін күн. Келіңіздер, наурыз күнін қарсы алайық, билейік, жыр жырлайық, ән салайық. Қақарлы қыстан өтіп, наурыз келді, арқаңды кеңге салшы, уақ алайық. Открыта дверь для всех гостей, для пожилых и для детей. Весна навстречу нам идет, весна на праздник всех зовет. Народы самых разных стран шли поздравления в Казахстан. Аспанымда ақша бұлттар аунайды, наурыз тойы көңілімді баурайды. Тебіренген табиғатта мәз майрам, аңқылдаған қазағымнан аумайды. 8 сынып оқушысы Сетей Гүлжанның орындауындағы наурыз көктем әнін қабылдаңыздар. Бимен сүйемелдейтін 6 сынып оқушылары.
представители 130 национальностей, которые живут в едином стремлении жить в мире и согласии друг с другом. Построить процветающее государство. С приходом Наурыза встречают Новый год, весну и солнце. Следующие таланты пришли к нам с этим весенним настроением. Встречайте бурными аплодисментами 4 А-класс с народным танцем «Аку». Көктемге жерге тал егу игіз, атадан мал қалғанша тал болсын деп бекер айтылмаған. Сондықтан бүгін ата-бабаларымыздың ізгі дәстүріне сүйене отырып, тал отырғызу салтын бастамақ едік. Дұрыс айтасың балам, ағаштарды отырғызу әр қашан жаңа бастауды білдіреді. Және бұл нағыз ерекше, және толғанған салт. Себебі жас көшет, бұл жаңа өмір. Біз сіздерді қолдаймыз. Батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер деген халқымыз. Әрбіріміз бастамас бұрын батасыз бастамайтын. Ата, батаңызды беріңіз. Әумин, бата берейін, жақсылықты терейін. Жаңа жылда жарандар, үстем болсын мерейін. Жақсылыққа бас болып, ауылымызда аз болып, келген Наурыз құт болсын. Наурызбенен жанарсын, тәнімізбен жанамыз, жақсы негіз қаласын, жарасып ән саламыз. Ал енді салтымызды бастайық. Су тіршілік көзі, су жерге су әкеліңіздер. Иә, біздің ұлттық сенімізде ағаштың әр жеміс сол ағаш дейкенім сол болып жазылады екен. Онымен қоса сол ағаш кімнің немесе белгілі бір тіршіліктің пайдасына асса, жемісін жеп көлкесе демалса, сол ағаш дейкенімға сауап болып жазылады екен. Жақсы іс бастадық. Ал енді қонақтарымыз біздің үйіміздің қадірлі қонағы болып үйімізге еліңіздер және Наурыз көжеден қайтыңыздар. В этот праздник весны встречайте ученика 2 А-класса Етельбек Ярылы с песней «Так я».
Ұлыс күні оң болып, ақ мол болсын. Осы бір көктемнің шуақты мейрамын тойлап отырып, біз бабалар рухына тағзым етіп, рухани құндылықтарды сақтап қалудамыз. Наурыз мейрамы елменерді, ұлыс пен ұлысты біріктіріп қана қоймайды. Ұлыстың ұлы күні күн мен түн теңеледі. Осы бір құбылыстың өзі оның сипатын аша түскендей. Ерулік дәстүрлі халықтың жоралғының жарқын үлгісі. Жаңадан көшіп келген, жапсарлас қонған отбасына бұрыннан отырған көршілері қонақасы береді. Дәм тұз татырып, ықылас пейіл білдіреді. Ерулік беру арқылы ауыл тұрғындары жаңа көршілерін өздеріне етене жақындастыруды бөтеліспеуді де көздейді. Ерулік қысқы соғының сүбел мүшелеріне пісіріледі, немесе қой сойылып шақырылады. Сіздің қара биіңіз қылындады. О, бұл қандай жақсы жаңалық. Бәйбіше, бер сүйірсін балаға. Қандай жақсы жаңалық атасы. Міне сүйірсін балаға. Рахмет. Қымыз мұрынды бие байлап алғашқы қымыз ішу тойы. Құлын байлап бие сауылып, оның сүті қорланып ажытылған соң, күні бойы жиналған қымызды ақсақалдар мен көрші-көлеңдер қымыз мұрындыққа шақырылады. Яғни алғашқы қымыз адамдарға салтанатпен ұсынылып, көпке бұйырсын деген тілекпен қабыл етеді. Айналайын құрметті қонақтар, бүгінгі мінекей наурыз тойына арналған үлкен дүбірлі тойымызды сіздерді осы күні осы үйде дастарханда жайылып отырған міне құтты қонақ болдыңыздар. Осы құтты қонақтарымыз біздің бүгінгі қымызымыздан ауыз тиеді. Айналайын келінжан, құя ғой қымызыңды. Шашудың екі түрі бар. Бірі шашылады, екіншісі шашылмайды. Тойға көп адам шашу келгендіктен оның бәрін ысырап етіп шаша бермейді. Тек белгілі бір бөлігін ғана шашып, жосын жоралғыларды жүргізеді. Туыс туғандар әкелген дастархан шашу ретінде қазақ халқының қуаныш тілегін білдіретін ниеті болып табылады. Ауылымызға ақ жақты әжелер қапты ғой. Қош келдіңіздер. Наурыз көже, қазақтың ұлттық тағамы. Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз тойына әрбір шаңырақта міндетті түрде әзірленген. Халықтық дәстүр бойынша оған бидай, тары, сүр ет, бұршақ, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы тиіс. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле беріледі. Соғымнан арнайы сақталған мүшелер қазы, қарта, шұжық және тағы да мүшелер де қосылады. Ол негізіне бидай көже, тар көже секілді әзірленген. Наурыз көжені халық арасында тірек көже, көп көже деп те атайды. Наурыз көжеге наурызға арналып сойылған малдың кәділі астына наурыз бата берілген соң жиналған халық ақ мол болсын деген тілекпен айтып тарқасады.
ағамыздың ұлттық тағамы наурыз көже сіздерге арнайлап дайындалған болатын. Астан алып отырыңыздар қонақтар. Счастья и добра, здоровья и терпения, отличного настроения, чтобы мечты у всех сбылись. Халық күйлері тепен-көк және тойбастар орындайтын домбырашылар ансамблі. Қарсы алыңыздар. Және арқаның арқалы батырлары ел шетіне жау шауыпты. Жау шапты дейік. Біреуің бейхабарсыңдар, ал біреулерің хабарларың жоқ жаудан. Барлығына өзім араласым керек. Жоқ әлде сен білесің бе жау шапты? Білмейсің. Сен білесің ба? Білмейсің. Сен болса да білмейсің. Осындайда көмектесетін батырдың да қайда екенін білмейсіңдер. Ертең басқа хандықтар есту ұят емес пе? Қандай шара қолданамыз? Қандай амал қолданамыз? Бізге бір мықты жоспар керек.
Сен жата бермей, бар дамна шекараны күзет. Жаудың қарасы көрінсе хабар бер, қамданайық. Хоп. Ей қазақтың ханы, мен жоңғар елінің елшісі Қарынтарғын болам. Атың бар. Жоңғарлар келе жат. Таттың сенен бір іші келді ғой. Келген жөнің бар, асқатта. Қарынтарғын. Жөнімді айтар болсам, білесің, менде 40 мың әскер бар, ал сенде болса 60 мың. Сондықтан өз еркіммен беріл. Өз еркімізбен берілмейміз, Кәшіктің атасы. Берілесің. Берілмесекші. Онда жерлеріңді басып аламын. Онымен қоса қолбасшыларыңның басын аламын. Еуз, қолбасшы демекші. Қолбасшының қайда екен бір адам білем өзі? Мен білемін ғой. Мен немеге айтты өттің де бағынан бері. Үшіңіз қайт қыз баған. Бар епке. Топ. Көне, өзі кесін дейді. Қаяқта ол. Өй, қаяқта деппін ғой. Мен хан емеспін ба? Оған жақта демалыс қымыз істеп жатыр ғой. Ел басына күн төлем айтса, не істеп жатса да. Тез келсін. Көне, сүйінші. Жеңіске жеттік па? Жоқ, ұйқысынан тұрды анау, қазір көп жасайын алай. Болса, жүйіп сұқтан әйін. Ассалаумағалейкум. Ұстатпадың да өтегі адамды. Ассалаумағалейкум көкет. Сені көрілдетіп қой, бүкіл ел шағыла. Ойраттарды ойрандағаннан кейін отпуск берем деп едіңіз. Ұйықтатпадыңыз ғой тегі. Ей, біле білсең ел басына күн туды. Не дейді? Ел басына күн туды дейін. Кім туды дейді? Ей, күн туды дейім, күн. Айтылмас бе? Күн қашан туатын балам? Қарашы. Олар не сөйледі? Сүйіш сұрап көптір ма? Қандай сүйіші? Жоңғардың елшісі келіп тұр. Тай, не дейді? Әкел беріп әкім сүзетке отырғыз жіберейін. Артын қоя тұр. Қабалдығымызды аттағанның тамағынан, алашамызды аттағанның алқымынан алу. Қазаққа таныс емес. Болады. Ят болады. Ят болады. Келген жөнің тыңда сен бұлардың. Не дейді? Біздің ұран соғыс, соғыс және соғыс. Қанға қан, жанға жан. Ойбай, қорқыватыр. Қорқыватыр мен, қорқыватыр. Тағайшы. Қанға қан, жанға жан. Рахат қойналар, Есі рахат, қорқатындай нәрсе болып тұр. Олардың саны 40 мың, ал біздің әскер 60 мың. Оларда 40 мың. Біз енді 6 жағынан қоршаймыз ғой бұлардың. Олар 4 жағына бүйтіп жүргенде біз 6 жағынан қоршап, басып аламыз ғой. Өлі отырсыз. Мынау жекпе-жек дейді бұл. Кім? Мынау ма? Сен жеймін ғой қазір. Жекпе-жек. Сорлау, мен сен жеймін қазір. Мына жерін бәрін шайнамай ұстап. Біз өніп өскен әулетпіз. Батырымыз бар. Батырым шық. Онағы біраз шайнамасақ жұта алмайсың ғой. Онаған біраз еңбек керек қой. Қанеке бүгін настроением жүр ертең шықса болмайды. Бүкіл ел саған үміт артып отыр. Елдің намысты қолдан берме. Сен намасқа шағын адам жоқ. Болмайды. Әкет. Тосын жоқ па сен?
қазір әкеңді танытамын емес. Троя деген кинодан көрмесін. Қылмайын бергелі. Не болды? Не болды? Айтшы ма, не болды? Біз қазақ қой баққан елміз. Жүрек жаратып қымызға бие байлатқан елміз. Қойшы болды. Өлеңді бұздыр. Түсінбей қалады оңа ертең. Еліне не айтып береді? Қалай өден ұмыттырдыңдар? Төрімізден құтбереке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, туырлыққа туылып, көк найзаның ұшына көтерген. Қойшы мен оқымай. Айтып тұрдың, адам ба? Түсінің бірден кесе? Төсендім. Жай сөйлеш. Төсендім. Тонды бас сөйлеш. Төсендім. Төсендім. Түсінген айтпеш маған. Қазақтың қаны. Демеш. Қазақтың қаны. Қан көке де, қан көке. Қан көке. Бір қасық қанымды кешіріңіз. Көкем шешет. Батыр аға, сіздің қанжығыңызға ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, жоңғардың сұлуын сыйладым. Молодец, қадавала. Молодец. Бұғар! Жоңғардың қыз өзіне қазақтың қанымызы тұқым құртады, керек емес. Бір қызға болып қырқымайды жағы оған. Бір құмалақ бір қай май шіртет дейді, болмайды. Олы дала батыры төре ғали айтпақшы. Қазақ қызға үйленем десекші. Сен енді еліңе қай. Анам сойып алды. Алаштың ақтуын қолға алып, ақырып, алаш деп шапқанда жау қайран салған. Ержүрек ежелден оқ тескен етіміз. Жаусын оқ, ақсын қан, шықсын жан, қорқу жоқ. Алаштың жолында жан кештік ниетіміз. Алаш!
ежелеп. Хор, орындайтын 3А сынып оқушылары қарсы алыңыздар. Желаем всем казахстанцам мира и благополучия. Көктем жылуы мен өмір қуанышын тілейміз. Желаем весеннего тепла и радости в жизни. Наурыз құтты болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Еще раз всех с праздником Наурыз! Дастарханын